Ардагер ұстаз Әбдіболат Иманқұлов 88 жаста. Құмырының 35 жылын білім беру саласына арнаған қария бүгінде ұрпағының қызығын көріп, бейнетінің зейнетіне жеткен. Ақсақалдың өнегелі өмірімен арна тілшісі танысып қайтты. Әбдіболат Иманқұлов 1938 жылы Отар ауылында туған. Институтта ауыл шаруашылығы механикаландыру факультетін тәмамдаған. Ол еңбек жолын Қордай ауыл шаруашылық техникумында мұғалім болып бастапты. Ұстаздық жолы тәжірибесі толысқан соң басқарушылық лауазымдарымен жалғасады. Ол қыздарының қызығын көріп отырған қария бала тәрбиелегенде өтірік айтпауға тырыстым дейді. Мен айтыр бала тәрбиесінде балаларға айтыр өтірік айтпауға тырысасың. Өтірік өріп кетсең де шындығыңды айт. Кейбіреулер жақ мен жоқ, үйде жоқ деп айта сал дейді ғой. Міне соның өзі баланы өтірікке үйрету. Сондықтан барлық өмірде шындықты айтып баланы үйрету керек. Ардагер ұстаз 4 қыз бір ұлды тәрбиелеп өсірген. Үлкен қызы бүгінде Алматыда жеке кәсіппен айналысады. Екінші қыз Астанада дәрігер болса, үшіншісі есепші болып еңбек етеді. Ал жалғыз ұлы ауылда мал шаруашылығымен айналысса, кенже қызының өз дүкені бар. Бүгінде қария солардан тараған 13 немеренің қызығын көріп отыр. Мен жұбайым бар, 3 балам бар, 1 қыз, 2 ұл. Үлкен қызым биыл Алла бұйыртып Чехияда оқуын бітіріп келді, жоғарғы мамандық IT бойынша. Әкеміз айтатын, бұл өмірде 3 нәрсені не қылмады, өсек айтпа, өтірік айтпа, үлкен кісілердің алдын кеспе деп айтатын сол. Сөйтіп өскенбіз, ауылда қарапайым қазақша өскенбіз. Кезінде кітап құмар болдым деген қарияның ең сүйікті туындысы Абай жолы роман эпопеясы екен. Мұқағали жырларын әлі де жатқа оқитын ақсақал адамдықтың алып шыңы ақыл мен білімнен тарайды дегенді алға тартады. Нұрбақыт Мұсатилаұлы, Еркебұлан Болатұлы, Дәулет Акимов, Қордай 24 Ньюс.